Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Бүгін мен сіздермен мясо по-тайски тағамының әзірлену әдісімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге сиыр малының балғын еті керек болады. Бірақ менде ірі сиырдың еті. Ең алдымен етімізді ұзыншалап, ұсақтап, жіңішкелеп турабалап бір ыдысқа салып, одан соң етімізді маринадтауға қоямыз. Бізге маринадтау үшін крахмал керек болады, тұз, қара бұрыш, паприка және соя тұздығын құйып, араластырып, бірнеше сағатқа маринадқа қойып қоямыз. Егер сіздердің алған еттеріңіз өте балғын жас малдың еті болатын болса, онда 1 сағат 2 сағатқа ғана маринадқа қойсаңыздар жеткілікті болады. Әбден араластырамыз. Осылайша етімізді алдын ала бірнеше сағат бұрын дайындап аламыз. Дайын болған етімізді енді табаға май құйып, қызып тұрған табада қуыратын боламыз. Қызып тұрған табада етімізді салып, қуырып бастап, одан соң астын баяулатып қоямыз. Осылайша бірнеше минут қуырып аламыз. Егер етіңіз өте балғын болса, 10-15 минут қуырсаңыз жеткілікті. Менің етім кішкене ірілеу малдың еті болғандықтан, тағы да үстіне су құйып, суы азайғанша бұқтырып алдым. Енді осы етімізге гарнир дайындаймыз. Гарнирге күріш алып, 2 кесе күрішті алып, оны әбден тазалап, сыртындағы крахмалы кеткенше ағынды суда жуып алатын боламыз. Егер сыртындағы крахмалы кетпейтін болса, күрішіңіз жабысқақ болады. Сондықтан да бірнеше рет ағынды сумен жуып тазалап аламыз. Мендегі күріш орташа сападағы дүкенде сатылатын күріш. Мінекей осылай. Су осындай прозрачный болғанша жуып аламыз. Енді осы күрішімізді ең алдымен табаға май құйып, қызып тұрған табада бірнеше минут қуырып алатын боламыз. Күрішімізді осылайша араластыра отырып қуырамыз. Где-то бір 5 минуттай қуырамыз. Одан соң беті жабылғанша су құйып, астындағы отын азайтып, бетін жауып, бұқтырып қойып қоямыз. Енді етіміз дайын болып қалған кезде, пістау деген кезде мен кішкене морковь қостым, сәбіз, яғни одан соң пияз, кішкене бір 2-3 минуттай қуырамыз. Одан кейін болгарский перец, менде қатырылған перец. Осылайша тағы да бір 5 минут қуырып аламыз. Енді мінекей осы кезде күрішімізде дайын болып қалды. Мінекей рассыпчатый болып пісіп шықты күрішіміз. Енді дайын болған етімізге 2 бас чеснок пен 1 қияр қосамыз. Ұсақтап турап қосамыз. Және де оның үстіне петрушка мен укроп саламыз. Мінекей осылайша тағамымыз дайын болды.
Өте дәмді, әдемі, тойымды тағам. Егер осы видео сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Дайын болған тағамды осылай әсемдеп берсеңіздер, өте керемет болады. Менің каналымда болып аяғына дейін осы видеоны тамашалағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.